Саламатсыздар ма балалар? Бүгін 4-ші сынып математика сабағына 85-ші сабақ. Бүгін тек есептер шығару күні. Бірінші тапсырма. Тіктөртбұрыш туралы кейбір мәліметтер белгілі. Белгісіз мәліметті тап. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші есептің мәні берілген, формуласына салып көрсетілген. Біріншіде ені белгісіз, екіншіде ұзындығы белгісіз, үшіншіде периметрі, төртіншіде аудан табу керек. Сіздерге толық нұсқасы көрсетілген. Дәптерімізге мұқият жазып аламыз. Келесі тапсырма. Оңтүстік аймақтарда орамы жапырақтың түсімділігі 60 тонна гектарына, бұл солтүстік аймақтарға қарағанда 25 тонна гектарына артық. Оңтүстік аймақтарда 25 гектар жерге қанша тонна орам жапырақ артық өсірілген? Оңтүстік аймақта күн жылы болғандықтан орам жапырақ өте жақсы өседі. Демек, бізде 625 тоннаға артық өсіріледі екен солтүстік аймаққа қарағанда. Келесі, тіктөртбұрыш пішінді жер телімінің ұзындығы 60 метр, ені 40 метр. Қиярдың бір сортын өсірген кезде түсімділігі 16 килограмм метр квадрат болды. Бұл сортты түсімділігі 2-ден 1 жерге артық болса, артық басқа сортпен ауыстырады. Жер телімінен қиярдың жаңа сортынан қанша килограмм жинап алынды? 57.600 килограмм қиярдың жаңа сорты жинап алынған. Келесі, арасы 2 километр болатын екі кенттен бір уақытта бірінен бірі қарама-қарсы бағытқа 2 салт атпен шыққан. Біреуінің жылдамдығы 12 километр болса, екіншісінікі 18. 2 сағаттан кейін олардың арақашықтығы қандай болады? 2 сағаттан кейін олар екеуінің арақашықтығы 62 километрге тең болады екен. Енді дәптерге координаттық бұрыш шығатындай сәулелер сыз. Дәптерімізге сызып аламыз. Сәулелердің бойынан бірлік кесінділерді анықта. Кесте бойынша және берілген жылдамдық бойынша қозғалыс графигін құр. Біріншіде 15 уақыттың жылдамдығы 15-ке тең болып тұр. 15-ке тең болып тұр. Екіншісінде 5-ке тең болып тұр. Демек, біз 15-ті әр қайсына көбейтіп шығамыз. 0-ге, 1-ге, 2-ге, 3-ге, 4-ге. 15-ті 0-ге көбейтсек 0, 15-ті 1-ге көбейтсек 15, 15-ті 2-ге көбейтсек 30, 15-ті 3-ге көбейтсек 45, 15-ті 4-ге көбейтеміз 60. Енді 5-ті 0-ге көбейтеміз 0, 5-ті 1-ге көбейтеміз 5, 5-ті 2-ге көбейтеміз 10, 5-ті 3-ге көбейтеміз 15, 5-ті 4-ге көбейтеміз 20. Осылай дәптерге сызбаны сызып, кестені жазып аламыз. Келесі тапсырма. 5-ші тапсырма бойынша өз сұрақтарыңды құрастыр. Оны досыңа қой. Досыңның сұрақтарына жауап бер. Сіздерге есептің мәнін жазу керек. Бірінші және екінші. 2 сұрақ қоямыз. Дәптерге мұқият жазып аламыз. Сызбаға берілген мәліметтерді жаз және есепті шығар. Осыған ұқсас есеп құрастыр. Бұл жерде бірінші шаңғышы мен екінші шаңғышының арақашықтығын табу керек. Бізде арақашықтығы 66 километрге тең. Келесі 25-ке қалай көбейтуге болатынын қара. Сіздерге мысал көрсетілген. Осы мысалға қарап шығарамыз. 496-ны 25-ке көбейтеміз. Сол кезде 12400 шығады. Осының бізге оңай көбейту жолын көрсетілген. Бірінші 496-ны 4-ке бөлеміз және оны 100-ге көбейтеміз. Мына жерде барлық 6 есепте де солай 24-ті 5-ке көбейткен кезде 24-ті 4-ке көбейтеміз және оны 100-ге көбейтеміз. Тең болады 600. Дәптерге мұқият жазып аламыз. 9-шы тапсырма. 4 құрбы Әлия, Айна, Дана және Бақыт мерекеге әшекейлер жасады. Біреулері алтын түсті қағаздан гүл тізбе, біреулері қызыл түсті жалауша, біреулері күміс түсті қағаздан гүл тізбе. Біреулері алтын түсті қағаздан ою жасады. Айна мен Дана бір түсті қағазбен жұмыс істеді, ал Әлия мен Айна бірдей әшекей жасады. Кім қандай әшекей жасады? Әлия күміс түсті гүл тізбе, Айна алтын түсті гүл тізбе, Дана алтын түсті ою, Бақыт қызыл түсті жалауша жасаған екен.
Келесі көктемде жалпы ауданы 100 метр квадрат екі жер теліміне қызанақ көшеті отырғызылған. Әрбір квадрат метрге отырғызылған көшет саны бірдей. Бірінші жер теліміне 140 көшет, ал екіншісіне 260 көшет отырғызылды. Әрбір жер телімінің ауданы тап. Бірінші жер телімінің ауданы 35 метр квадратқа тең болса, екінші жер телімінің ауданы 65 метр квадратқа тең болған. Бүгінгі сабақ балалар осымен аяқталды. Каналға тіркеліп қойыңыздар, сау болыңыздар.